Фейктің таралуы тез және оған жұрт өте оңай сенеді. Неге? Меніңше бұл сұраққа бір ауыз сөзбен жауап беру қиын, өйткені оның себеп салдары күрделі. Мамандардың айтуынша ми таныс ақпаратты тез әрі жеңіл қабылдайды, сондықтан адам қайта-қайта естігеніне түбі сенеді. Яғни құлаққа құя берсең, өтірік те шындыққа айналады. Мысалы, әлеуметтік желіде жаңа конституция, жаман деген сөз жан-жақты насихатталса, жиі қайталанса, біз оған дәлелсіз ақ сенуіміз мүмкін. Бүгін референдумға қатысты тарағаны фейк, дипфейктерге тоқталамыз. Саламатсыз ба? Сіз No Fake жобасын көріп отырсыз. Саяси науқан немесе мемлекеттік маңызы бар шешім қабылданар кезде фейк, дезинформация мен манипуляция жандана түседі. Бұл соңғы жылдары үйреншікті жағдайға айналды. Ал ескі ақпаратты жаңадан болған оқиға ретінде ұсыну манипуляцияның ең қауіпті және ең көп тараған түрі. Жұртты шатастырудың түбі дүрбелеңге ұласып, тыныштығымызды бұзуы мүмкін. Нақты мысал келтірейін. Референдум қарсаңында, яғни дауыс беруге бір күн қалғанда TikTokта мына видео жарияланды. Онда екі адам жәшікке бірнеше бюллетень тастайды. Енді мұқият қарайық, сыни ойлауға ұмтылайық. Біріншіден, видеоның сипаттамасындағы орфографиялық қате көп, оян қазақ дейді, автор оян дегісі келген шығар. Сайлау, референдум деп жұртты тағы шатастырған, екі сөздің басын біріктіріп қатесіз жаза алмайтын адамның сөзіне біз неге сенуіміз керек деген сұрақ туады. Дегенмен, видеоға 2900-ге жуық комментарий жазылған, 1000-ға жуық адам бөліскен, лайк 15 мыңнан асып түседі. Референдумда осылай өтеді, мұғалімдер қарабет болды ғой, Қазақстанның өспейді, өркендемейді, осы мұғалімдердің кесірі деген сияқты пікірлер жазып, жұрт қызу талқылады, сенді. Әріптестерім материалды керіздеу арқылы тексеріп еді. Бұл кадрлар 2023 жылы 19 наурызда мәжіліс пен мәслихат сайлауында Қарасай ауданындағы нөмірі 455 учаскеде түсірілгені анықталды. Конституциялық референдумға еш қатысы жоқ, бірақ бұл видео референдум аяқталғаннан кейін де тыным таппады. Оны Фейсбукке Ардақ Әшім деген парақша иесі Конституция осындай әдіспен дауыс жинады деп қайта жариялады. 18 наурыз журналист Дина Елгезек оны өз парақшасында ұятай деп жазып бөлісті. Оқырман бұған тағы сенді, референдуммен байланыстырып жаппай талқылады. Айтпақшы, Дина Елгезек дәл осы видеоны 2023 жылы 19 наурызда да Фейсбукте жариялаған. Онысын ұмытып қалса керек. Қайталап айтамын, екі адам жәшікке бюллетень тастап жатқан видеоның референдумға еш қатысы жоқ. Ол ескі видео, интернеттен іздесеңіз, 3 жыл бұрын жаңағы видео туралы ақпараттық сайттар жазған мақаланы және кінәлі адамдардың жауапқа тартылғаны туралы ақпаратты табасыз. Адам дезинформацияға қалай тез сенетінін түсінуге тырысайықшы. Халықаралық сарапшылардың зерттеулерін іздедім. Шындық вакцинасы фейк жаңалықтарға қарсы ем атты кітаптың авторы және манипуляция механизмдерін егжей-тегжейлі талқылаған психологтың пікіріне тоқтадым. Сонымен бөлісейін, қазір тыңдап көріңіз. Адамдар топқа бөлінеді және сол ортаға ұнауға ұмтылады. Біреу ортақ топқа өте пайдалы ақпаратпен бөліссе, сіз оған сенесіз. Әрбір сөзіне сенбесеңіз де қолдайсыз. Қолдау сіздің сол топтың мүшесі екеніңізді дәлелдейді. Көзқарас, пікір, дүниетаным осыған, яғни сіз қандай ақпаратқа сенетініңізге қарай қалыптасады. Сондықтан, егер сіздің бойыңызда белгілі бір сұраққа қатысты нақты шегеленген түсінік болса, онда фейк жаңалыққа сенуге бейім болуыңыз мүмкін. Себебі ол сіздің түсінігіңізге сай келеді. Яғни әділдік жоқ деген көзқарас санаға сіңген болса, осы ұстанымға сай келетін кез келген ақпаратты адам күмәнданбай қабылдайды, қолдайды, ал тексеріп, артық сұрақ қою тиімді емес. Осы жерде екінші мәселенің шеті шығып тұр. Манипуляцияны меңгергендер біздің жүріс-тұрысымызға анализ жасайды, сырттай ақпарат жинайды, сөйтіп не өтетінін анықтайды. Соған сәйкес фейк жалған жаңалықты сатады. Біз қалай алданғанымызды байқамай да қаламыз. Сондықтан күнде оқша бораған ақпаратты дұрыс сұрыптау өте қажет қабілет. Саяси науқанды алаяқтар да өте тиімді пайдаланады. Насихат жүріп жатқанда
Олар мемлекетпен жарыса азаматтарға СМС жолдады, қоңырау шалды. Ақмола облысы Щучинск қаласында референдум агенті деген атты жамылған алаяқтар шықты. Қала әкімінің ресми парақшасында жарияланған мәліметке сүйенсек, белгісіз біреулер тұрғындарға қысқа нөмірлерден қоңырау шалып, өздерін референдум агентіміз деп таныстырған. Олар түрлі сілтемені ашуды немесе СМС кодты айтуды сұрайды, әсіресе 42-42 және 81-81 нөмірінен қоңырау шалған. Бұл классикалық тәсіл. Алаяқтар мемлекеттік мекемелердің атын пайдаланып, адамдардың сеніміне кіреді де жеке деректерге қол жеткізуге тырысады. Мұндай сценарий көбіне маңызды саяси науқанда қолданылады, өйткені қоғамда ақпаратқа деген сұраныс артады, ал адамдар ресмимен жалған хабарды ажыратып үлгермей жатады. Айта кетейік, референдум күні Қазақтелеком акционерлік қоғамының төрағасы Бағдат Мусин алаяқтардың қоңырауын бұғаттауға мүмкіндік беретін жаңа технологияны енгізіп жатқанын мәлімдеді. Жаңа жүйе қоңырауды белгілі бір таңба бойынша талдап, алаяқтық белгілерін анықтайды. Егер қоңырау күдік деп танылса, технология автоматты түрде шектеу қойып, байланыстың абонентке жетуіне жол бермейді. Сегодня даже вот в новом проекте Біз алаяқтардың абоненттерге мүлдем қоңырау шала алмайтындай жағдай жасағымыз келеді. Қазір бұл технология Қазақтелеком желісінде сынақтан өтті. Осы саланың флагманы ретінде мұны қалай жасау керектігін көрсеттік. Технологияны әзірледік және алдағы уақытта оны серіктестерімізбен бірлесіп енгіземіз. Референдум қарсаңында комиссия мүшелері бюллетенді үйге жеткізіп береді дегенде жалған ақпарат тарады. Бұл ақпаратқа қатысты орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров түсініктеме берді. Мұндай әрекет заңға қайшы екенін айтты. Оның сөзінше, әрбір бюллетеннің реттік нөмірі бар және ол құпия сақталады. Құжаттарды баспаханадан сайлау комиссиясына жеткізілгеннен кейін оны полиция күзетеді. Сарапшылардың пікірінше, мұндай фейктің негізгі мақсаты қоғамда сенімсіздік тудыру және сайлау процесінің әділет өткеніне күмән келтіру. Ал телефон арқылы жасалатын алаяқтық шабуылдар азаматтардың жеке деректерін иемденудің бір жолы. Сондықтан мамандар қарапайым ғана бір маңызды қағиданы есте сақтауға кеңес береді. Күмәнді сілтемені ашпаңыз, белгісіз нөмірге сенбеңіз және ешқашан СМС кодты біреуге бермеңіз. Қазір ақпараттық шабуылдың деңгейі де өсті. Қарапайым фейктің ізін басып, күрделі дипфейктер шыға бастады. TikTok пен мессенджерлерде референдумда қайтыс болған адамның атынан дауыс беріп жатыр деген дипфейк тарады. Ай қарағым, менің кемпірім бүгін сайлауға келіп пе екен? Қарап жіберші. Ой бұята, апамызбен бір үйде тұрмайсыз ба? Міне дауыс беріп кеткен. Айналайын ботам-ау, кемпір кеткелі 10 жыл болған. Сайлауға жылда келем, бір кездесе алмай жүрмін өзімен. NoFake KZ редакциясы бұл бейне жазбаның да техникалық тұрғыда талдап, оның жасанды интеллект өнімі екенін дәлелдеді. Неліктен бұл видео өтірік? Міне, басты айғақтар: адамдардың бет әлпеті тұрақсыз, видео барысында комиссия мүшесінің жүзі 3 рет ауысады. Бұл жасанды интеллект алгоритмдерінің кейіпкер бейнесін кадр ішінде тұрақты сақтай алмайтынының белгісі. Көзқарасы да сәйкес келмейді. Адамдардың диалог кезінде ақсақал қасында тұрған қызға бұрылмайды, үнемі тіке алдына қарап сөйлейді. Бұл екі бөлек кадрды монтажбен сәтсіз біріктіргенін растайды. Кескіні табиғи емес, кейіпкерлердің бет жүзіндегі сызықтар тым тегістелген, жарық бірыңғай түскен. Мұндай пластикалық көрініс тек дипфейк технологиясына тән. Елтаңбадағы қателіктерге де назар аударыңыз. Видеодағы мемлекеттік елтаңба жасанды интеллекттің көмегімен қате құрастырылған. Оның элементтері қанат, пырақ, шаңырақ, жұлдыз түпнұсқадан мүлден өзгеше. Психологиялық манипуляцияға да мән беріңіз. Видео соңында жемқорлық туралы ән орындалады. Көрерменнің эмоциясына әсер етіп, мемлекетке деген жек көрінішті сезімін ояту үшін әдейі таңдалған. Бұл да ақпараттық шабуылдың бір түрі. Ақпараттық кеңістікте шайқас жүріп жатқанда қоғамның ақпараттық сауаты сынға түседі. Референдум қарсаңда әлеуметтік желіде президент отставкаға кетеді, өкілеттілігін жояды. Жаңа конституция бойынша президенттің өкілеттігі биыл аяқталады деген видеолар қаптады. Бұл шындық па, әлде әдейі ұйымдастырылған арандату ма еді?
Біріншіден, бұған қатысты Ақорданың сайтында ресми ақпараты жарияланған жоқ. Бұл фактілерді өрескел бұрмалау болып саналады. Сондықтан мақсат біреу сайлаушының арасында үрей тудыру, маңызды реформаға күмән келтіру. Цифрлық дәуірдегі басты қару ақпараттық сауат. Сондықтан тақырып айғайлаған жаңалықты көргенде оны ресми дереккөзбен салыстыруды ұмытпаңыз. Адам неге оңай алданады деген сұраққа қайта оралайықшы. Сарапшылар манипулятор мен аудитория арасында теңсіздік бар дейді. Манипуляторда технология, бот желілер және деректер бар, ал аудитория тек қабылдайды. Сондықтан Лондон ғалымдары мектептен бастап сана сүзгісін дамыту керек, яғни баланың бойына өтірікті өткізбейтін қасиетті сіңіру қажет деп есептейді. Денеге вирус түскенде антиденелер қалай күрессе, санаға жалған ақпарат түскенде дәл солай күресу керек. Алдыңыздан шыққан ақпаратты ойланып қабылдаңыз, алдануға асықпаңыз. Жүздескенше.